Ал енді біз stateless және stateful widgetтерін қарастырып кетейік. Бұларда да өте көп қолданылады қосымша жазу барысында. Сондықтан оларға да бір аса қатты назар аудару керек деп ойлаймын. Ең бірінші осы виджеттерді түсіну үшін біз state ұғымын меңгеруіміз керек. State деген не? Ол Flutter'да күй ұғымын білдіреді. Яғни әр виджеттің өзінің күйі болады. Ол қосымша жұмыс істеп тұрған кездегі жадыдағы бір нәрсе болуын айтамыз. Мысалға, индекс айнымалысы 5 мәнін жадыда сақтап тұр. Бұл оның бір күйі болып саналса, ал біз осы айнымалының мәнін 6 деп өзгертсек, онда оның күйі өзгерді деп қабылдаймыз. Яғни жаңа күйі пайда болды деп түсінеміз. Жаңа күйі ол 6 мәні. Осыған сәйкес екі виджет бөлінеді. Ол бірінші stateless, екінші stateful виджеті. Енді осы виджеттерді тереңірек қарастырып кетейік. Stateless виджеті деген не? Ол құрылғаннан кейін өзгере алмайтын виджеттерді айтамыз. Бұл виджеттер құрылғаннан кейін өзгермейді, яғни айнымалының иконканың батырманың өзгеру, жаңа мәліметті қабылдау, қосымшаның күйін өзгерте алмайды. Android Studio'да ол STL сөзін теру арқылы stateless виджетін біз құра аламыз. Енді мысал қарастырып кетейік. Төменде stateless виджетін қарапайым құрылымы көрсетілген. Stateless виджеті build методын шақырып виджетті қайтарады. Енді іс жүзінде қарастырып кетейік. Ол үшін қайтадан тазартайық бәрін. Stateless виджетін құрып кетейік. Және оның қалай жұмыс істейтінін қарастырайық. Ол үшін біріншісі, алдында айтып кеткенімдей, STL деген мәтінді терсек және Enter'ді бассақ, бізде Android Studio автоматты түрде stateless виджетті құрады. Және оған ат берейік, my app. Енді run app-ның ішіне біз осы виджеттің атауын беріп кетейік. Енді біз run'ды басатын болсақ, онда бізде қосымшамыз экран бетіне шығады. Неге қосымшамыз іске қосылып жатыр. Енді экран бетіне бізде ештеңе шыққан жоқ, өйткені бізде контейнер бос болып тұр. Сондықтан біз мысалы түсін беріп кетейік. Red бассақ, неге контейнер бізде бүкіл экранды алып отыр. Енді бұл жерде run командасы біздің виджетті суреттеп жатыр. Жалпы stateless виджетті сипаттау үшін біз біріншіден класс деп жазуымыз керек. Одан кейін біздің stateless виджеттің атын беріп кетуіміз керек. Және extends деген кілттік сөз арқылы біз stateless виджеттің барлық қасиеттерін жүктей аламыз. Соның ішінде ол build деген метод бар, яғни функция. Бұл функция не істейді? Ең алғаш рет шақырылған кезде осы функция орындалып, біз осы жерде қандай виджет салу керектігімізді сипаттай аламыз. Яғни біз мына жерде қызыл түсті контейнерді салу керек деп көрсетіп кеттік. Енді осы stateless виджеті осы build командасын бір-ақ рет қана шақыра алады.
яғни біз кейін мысалы осы экран бетін жаңарту керек болса, біз онда экран бетін жаңарта алмаймыз. Өйткені бұл виджеттің күйі, яғни state өзгермейді. Сол үшін бізге экран бетін жаңарту керек болса, stateful виджетін қолдану керек. Сондықтан stateful виджетін тереңірек қарастыра кетейік. Яғни құрылғаннан кейін күйін өзгертуге болатын виджеттерді stateful виджет деп атайды. Виджеттің күйі қосымша орындалу барысында бірнеше рет өзгеруі мүмкін. Яғни виджеттің күйі әртүрлі айнымалы мәліметтер жиынтығымен өзгеруі мүмкін. Stateful виджеті createState функциясын орындап, жаңа state қайтарады. Бұл UI элементтерін динамикалық түрде өзгертуге керек болған кезде қолданылады. Енді мысал ретінде қарастырып кетейік. Төменде stateful виджеттің қарапайым құрылымы көрсетілген. Енді біріншісі біз класты беріп кетеміз, одан stateful виджеттің атын беріп кетеміз, және extends кілттік сөзі арқылы біз stateful виджеттің барлық қасиеттерін жүктей аламыз. Енді осы жерде біз createState деген команда арқылы біз жаңа стейтті құра аламыз. Жаңа стейтті беру үшін біз класс және стейттің атын және extend арқылы сол state кілт сөзін беруіміз керек, және осы символдардың арасында біздің stateful виджеттің атын беруіміз керек. Яғни осының арқасында біз мына stateful виджетке қатысты екенін көрсете аламыз. Енді бұл жерде build деген функция бар. Ол жерде де естеріңізде болса, stateless виджетте де осы функция бар. Бірақ бұл жерде айырмашылығы, мына build функциясы бірнеше рет өзгере алады. Енді осыны тәжірибе жүзінде қарастырып кетейік. Ол үшін істеуіміз керек. Әдеттегідей stateful виджетін қарастырайық. Ол үшін hdf деген мәтінді теру керек. Enterді басқан кезде бізге stateful виджеттің атын беруді сұрайды. Біз әдеттегідей myapp деп қоя салайық. Myapp деп жазған кезде мына жерде және мына жерде автоматты түрде myapp деп жазылатын болады. Енді осы жерде көріп тұрғанымыздай myapp stateful виджеті құрылды. Ол класс деген кілттік сөз арқылы анықталады. Класстан кейін stateful виджеттің аты көрсетіледі, және extends деген кілттік сөз қолданылады. Осы кілттік сөз stateful виджет деген класстың бүкіл қасиеттерін біздің myapp классымызға жүктеп алады, және осы виджетке тән методтарды да жүктеп алады. Енді бізде createState деген функциямыз бар. Ол жаңа стейтті қабылдап, сол стейттегі виджетті экран бетіне шығарады. Енді осы стейтті сипаттап кетейік. Стейтті да класс деген кілттік сөз арқылы сипатталады, және осы стейттің аты беріледі, және extends арқылы state деген кілттік сөзі берілу керек. Осы жақшалардың ішінде
my app деген stateful widget'i берілу керек. Яғни осы арқылы біз мына стейтіміз мына stateful widget'ке қатысты екенін көрсетіп кеттік. Енді stateful widget сияқты, stateless widget сияқты build деген функциясы бар. Ол алғашқы рет шақырылған кезде бізге қандай widget экран бетіне салу керектігін көрсете аламыз осы жерде. Енді stateless widget'тен айырмашылығы біз осы build командасын бірнеше рет шақырта аламыз. Оны қалай шақыртуға болатынын біз алда қарастыратын боламыз. Енді бізде контейнер widget'ін құрдық. Және осы контейнер widget'інің түсін беріп кетейік. Мысалы colors бізге мысалы white болсын. Және оның initialize widget'терін беріп кетейік. Контейнерде бірақ қана widget болады, ал біз бірнеше widget'ті беріп кетейік. Ол үшін біз initialize widget'і ретінде column widget'ін беруіміз керек. Children және енді column'ды бермес бұрын бірінші былай беріп кетейікші. Directionality деген widget ол бізде мәтіннің бағытын беруге мүмкіндік береді. Яғни әр текстті text direction деп қайта теріп отырмас үшін осы бір-ақ рет беріп кетуімізге болады. Сондықтан осы ішінде берілген text widget'інде біз text direction'ды беруіміздің қажеті болмай қалады. Бір-ақ рет text direction деп береміз. Және LTR деп бере салайық. Енді run'ды бассақ, бізде hello деген мәтін экран бетіне шығу керек. Енді әдетте тексттің түсі ақ болғандықтан және контейнердің түсі ақ болғандықтан біздің мәтін көрінбей тұр. Сондықтан біз тексттің түсін беріп кетейік. Ол үшін өткенде айтып кеткеніміздей style деп береміз да, және text style деп береміз. Және color мысалға бізде қандай рет болсын, қызыл. Run'ды бассақ, бізде мәтін қызылға боялу керек тұғын, бірақ шықпай тұр. Өйткені ол мәтін мына жерде шығып тұр. Енді бізде colon болғандықтан біз initialize элементтерін ортаға шығаруымыз үшін біз main axis alignment деген қасиетін беріп кетуіміз керек тұғын. Оны өткенде түсіндірген болатын. Беріп кетейік main axis alignment нүкте center десек, онда бізде әлгі мәтін экран бетіне ортасына шықты. Енді шамалы өлшемін өзгертейік. Font size 50 жеткілікті болып шығар. Енді бізге осы экран бетін жаңарту үшін бізге осы build командасын қайтадан шақырту керек болады. Ол үшін біз не істей аламыз? Біз мысалы экран бетіне text button widget'ін қосамыз. Бұл widget'те екі қасиет бар, ол unpressed және child. Unpressed дегеніміз ол
осы батырма басылған кезде қандай команда орындау керек деген қасиет. Ал child деген ол осы батырманы экран бетінде шығару үшін қандай widget беруіміз керек деген қасиет. Енді біртіндеп қарастырып кетейік. Ең алғаш бізде child'ты қарастырайық. Ол экран бетіне қарапайым мәтінді беріп кетеміз. Яғни осы click деген мәтін экран бетінен шығады. Сол click деген мәтінді басқан кезде бізде мына unpressed деген команда орындалады. Оны беру үшін былай екі жақша береміз де, және фигуралық екі жақша береміз. Және осы екі фигуралық жақшаның ішіне біз қалаған мәтінді, қалаған командамызды тере аламыз, көрсетіп кете аламыз. Енді runды бассақ, бізде click деген батырма пайда болды. Оны бұлай басуға болады. Hello'ды мысалы біз баса алмаймыз. Енді бізде бұлай стейттің басында бізге сол стейттің айнымалыларын беріп кетуімізге болады. Мысалы біз text display деген айнымалы бере салайық, оған hello world деген мәтінді беріп кетейік. Және осы мәтіннің орнына біз сол айнымалын беріп кете аламыз. Сол кезде бізде қосымшаны алғашқы рет қосқан кезде осы айнымалының ішіндегі мәтінді экран бетіне шығарады. Енді runды бассақ, бізде көріп тұрғанымыздай осы айнымалының мәні экран бетіне шықты. Енді біз мына батырманы басқан кезде hello world емес, hello Қазақстан деген мәтінді шығарымыз келіп тұр. Бірақ біз не істеуіміз керек ол үшін? Ол үшін біз сол мәтінді, сол айнымалыға жаңа мәтінді меншіктейік. Hello, мысалы, Kazakhstan деп терейік. Енді қайтадан іске қоссақ, бізде click'ті басқан кезде Hello Қазақстан деп өзгеру керек тұғын, бірақ олай өзгермейді. Неліктен? Өйткені біз мына мәтінді өзгерткенімен біз мына команданы қайтадан шақырған жоқпыз. Ал бұл команданы қайтадан шақыру үшін біз set state деген команданы шақыруымыз керек. Сол кезде бізде мәтініміз жаңаратын болады. Мінекей, енді click'ті бассақ, бізде hello Қазақстан деп мәтініміз өзгерді. Енді маған дебагты көрсету керек болып тұр сіздерге, өйткені онсыз былай бағдарламаның қалай жұмыс істейтінін және қателерді табу мүмкін емес болып қалады. Сондықтан былай көрсетіп кетейін. Біріншіден бізде build командасына breakpoint деген ұғым бар. Breakpoint деген ол тоқтату нүктесі, яғни мысалы екі рет бассақ, мынандай қызыл дөңгелек пайда болады. Ол бағдарлама орындалу барысында осы жерге жеткен кезде тоқтатып бізге экран бетіне көрсет деген мағынаны білдіреді. Оны тәжірибе жүзінде көрейік, қалай жұмыс істейтінін. Ол үшін бізде бағдарламаны қосу екі режим бар. Ол кәдімгі режим және дебагинг дейді. Дебагинг ол бізге
сол дебагты жүргізуге және яғни сынақтан өткізуге мүмкіндік береді. Сол үшін батырманы бассақ, сол кезде біздің қосымшамыз жаңа режимде қосылады. Сәл күте тұрайық. Қосымшамыз құрылды, енді қазір орнату басталады. Мінекей бізде қосымша орындалу барысында бүкіл команданы орындады. Мысалы, мына жаққа келді, одан мына жаққа келді, одан мына жаққа келді, енді мына жаққа келді. Және осы жерге келген кезде бізде брейкпойнтқа тоқтады. Енді біз не істей аламыз? F мысалы мына жерде debugging action деген меню бар. Осы жерде біз F8, F7, F9 командалар және осы command R деген командалар не істейтінін көре аламыз. Яғни біз мысалға F7-ні басатын болсақ, онда функцияның ішіне кіретін болады. Егер F8-ді басатын болсаң, онда жалпы функцияны орындап, ішіне кірмей, сыртынан өтіп кетеді. Алда көрсететін боламын, қалай орындалатынын. Бізге бұл жерде маңызды факт ол мына команда, мына функция орындалып жатыр деген сөз. Енді біз дебагты жібере салайық. Ол үшін біз не істеуіміз керек? Debug actions'қа басып, resume program деп баса саламыз. Сол кезде біздің программамыз ары қарай орындалып, бізге экран бетіне hello world деген мәтін шықты. Енді мына жерге де breakpoint қою арқылы біз клик басқан кезде не орындалатынын көре аламыз. Енді кликті басайық. Клик бастық. Енді біз төменде variables дегенді бассақ, онда біз қандай айнымалының мәні қандай екенін көре аламыз. F8-ді басу арқылы біз мына text display айнымалының мәні text hello Қазақстанға өзгеретінін көретін боламыз. Енді F8-ді бастық. Мінекей бізде hello Қазақстан деп өзгерді. Және дебагты жібере салайық ары қарай орындалу үшін. Бізде мына айнымал мәні өзгергенімен, мына дисплейдегі мәтін өзгермегенін көріп тұрмыз. Оның себебі біз мына build функциясын тағы да шақырған жоқпыз. Сондықтан осы build функциясын шақыруымыз үшін біз set state деген басуымыз керек. Сол кезде бізде экран бетіндегі қолданушы интерфейсі жаңартылады. Set state деп бердік. Енді қайтадан қалай жұмыс істейтінін көріп кетейік. Яғни бізде қайтадан run орындалды. Қайтадан біз бағдарламаны жібере салдық. Енді біз кликті басқан кезде қайтадан бізде text display'дің мәні қазір өзгеретін болады. Өзгерді. Енді set state'ті шақырдық. Set state'ті шақырған кезде бізде build шақырылатын болады. Және осы build'дің ішіндегі widget'тер қайттан суреттелетін болады. Бізде text display'дің мәтіні өзгергендіктен бізде енді
text widgeti жаңа мәтінді экран бетіне шығаратын болады. Command R десек, мінекей Hello Kazakhstan деп өзгергенін көреміз. Яғни осы set state арқылы біз осы виджеттерді қайтадан суреттеуге бұйрық береміз. Мінекей осы stateful widgeti болып табылады.